Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында тандыр нан пісіретін боламыз. Бұл тандыр нанды қазанда пісіреміз. Бұл қазан нанның дәмі ерекше болады және жұмсақтығын ұзақ сақтайды. Енді қазан нанды жасауды бастайық. Алдымен таза ыдысқа суды құямыз және шай қасық дрожж саламыз. Одан кейін тұзды саламыз және песок барлығын жақсылап араластырамыз. Тұз бен песок еру үшін су жылы болу керек, қатты ыстық болмау қажет. Жақсылап араластырып, бетін жауып 5 минутқа жылы жерге қоямыз. 5 минут өткен соң ашытқыны осылай ұнның ортасына құйып, жақсылап қамыр илей бастаймыз. Кішкене сұйық май құямыз. Бірінші қасықпен, содан соң қолмен илей бастаймыз. Қамыр қатты болмау керек, кішкене қолға жабысатындай қамыр шығу керек. Сұйық майды қосқаннан кейін қамыр өте жұмсақ, әрі нәзік болып шығады. Қамырды осылай жақсылап иін қандырып илейміз. Жақсылап илеп болғаннан кейін қамырдың бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге қоямыз. Менде бұл қамыр 2 сағат әдемі көтерілді. Қамырдың жақсы иленгенін, табаның таза болғанынан біле аламыз. Қамырдың көтерілуі әркімде әртүрлі, илеуіне байланысты және ұнға да байланысты. Қамыр 2 сағат көтерілді және мен оны осылай 3 бөлікке бөліп алдым және тағы да 5 минутқа тағы да кішкене көтерілуге қойдым. Енді қамырдың осылай тандыр нанның формасын береміз. Қамыр қолға жабысатындай болу керек және қамырды төңкеріп, астына кішкене су себеміз. Су себудің орнына жұмыртқаның ағын жақсаңыз да болады. Қамыр демалғанша қазан мен қақпақты қыздырып аламыз. Қазанның асты күйіп кетпеу үшін осылай тұз себеміз. Екеуін де қатты отта қыздырып аламыз. Қамыр қақпаққа жабысу үшін қақпақты қаттырақ қыздыртып аламыз. Енді қамырды осылай су сепкен жерін алып, қақпаққа жабыстырамыз және шеттерін осылай басып шығамыз. Толықтай жабысқанына көз жеткізу үшін шеттерін басып-басып жібереміз. Қамыр қазанға жабысу үшін тез әрекет жасау керек. Қақпақ суып қалуы мүмкін. Осылай қақпақты қазанның үстіне қойып, астын кішкене қыздыртып аламыз. Тағы да осылай басып шығамыз. Осы кезде қамыр кішкене көтеріледі. Ортасындағы ауасын шығару үшін пышақпен ортасын кішкене кесіп жібереміз. Содан кейін вилкамен кішкене әсемдейміз. Тандыр нан одан да әдемі болу үшін жұмыртқаның сарысын осылай барлық шетіне жағып шығамыз және макпен немесе кунжутпен әсемдейміз. Егер сізде кунжут немесе мак болмаса, осылай жұмыртқаның сарысымен әсемдеуге де болады. Енді қазанның қақпағын осылай пышақпен алып, төңкеріп қоямыз және орташа отта 15 минутта пісіреміз. Қатты күйіп кетпеу үшін осылай қарап тұрамыз. Міне осылай нан күшті жабысып тұр, ешқандай да түсіп қалмайды. Міне тандыр нан әдемі болып, сап-сары болып пісті. Енді пышақтың көмегімен осылай қақпақтан нанды алатын боламыз. Мен 3 қамыр жасаған болатынмын және осылай бірінші нанды пісіріп алдым. Енді екінші қамырды дәл сол тәсілмен жасайтын боламыз. Екінші қамырды да дәл осылай астын сулап, қызып тұрған қақпаққа жабыстырамыз. Дәл манағы тәсілмен барлық нандарды пісіріп алатын боламыз. Бұл тандыр нанның жасалу жолы сізге ұнады деп үміттенемін. Егер сізде қандай да бір сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, оларды комментарияда бөлісе отырыңыз. Бұл қазанда піскен тандыр наны өте жұмсақ болып шығады. Іші толықтай піседі. Міне 3-ші нан да пісіп шықты. Іші шикі піседі деп ешқандай күмәнданбаңыз.
Бұл тандыр нанның дәмі дүкендегі тандыр нанға қарағанда өте дәмді болып шығады, және пеште піскен нанға қарағанда кішкене влажный болып, әдемі болып піседі. Бұл нанға қосатын ингредиенттердің барлық мөлшерлерін төмендегі описанияға жазып кететін боламын. Бұл тандыр нан сізде шығатынына 100% сенімдімін. Жаңа видеоларда кездескенше сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.